Сүтке араластырылған соданың дәмі бала кезіңізден бері бәріңізге таныс шығар. Бұл қоспа әлі күнге дейін жөтел кезінде сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық соданы қайнаған сүтке қосып, ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, оларға жөтел кезінде сода ертіндісінен жасалған ингаляция көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Тамағыңыздың ауруына сода ертіндісі ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып, 1 стакан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұруыңыз керек. Сода тамағыңыздың шышты қабығын суландырып, тамақ қышуын тоқтатады. Конъюнктивит кезінде көзіңізді жиі сода ертіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бір ескере кететін жайт, бір мақтаны тек 1-ақ рет қолданыңыз. Сода медицинада баяғыдан бері аритмияға қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Гипертония кезінде де өте пайдалы. Ағзадағы сұйықтық пен тұзды шығарып, артериялық қысымды төмендетеді. Соданы шай қасықтың жартысына салып, дәріңізбен бірге тұтыныңыз. Қоғамдық көліктерде басыңыз айналып, құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада сода ертіндісін жағып, байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып, көп қаныңызды жоғалтқанда, немесе бір нәрседен уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ертіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайындау жолы өте қарапайым. 1 шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды алып, 1 литр қайнаған суға салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған соң әр 5 минут сайын тұтыныңыз. Аузыңызды содамен шаю арқылы тіс ауруларынан аман қаласыз. Ыстық сода ертіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет аузыңызды шаюды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сонда сізге тіс дәрігеріне қаралудың да қажеті болмайды. Сонымен қатар сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безеулерден құтқарады. Сода тіс пастасының да орнын ауыстыра алады. Оны мақтаға малып алып, тісіңіздегі тат кеткенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесіне көзіңіз жетеді. Сода ертіндісі құрт-құмырсқа, шыбын-шіркей шаққан жерлерді де тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет жақсаңыз, орны да қалмайды және жараның аузына микроб түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні кешке содамен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырсаңыз жетеді. Содан кейін 15 минут аяғыңызды суға салып уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Ас содасының тағамдық пайдасынан бөлек, оның емдік қасиеті бар екенін білесіз бе? Ас содасының үлкен пайдаларының бірі, ол иммунитетімізді көтеріп, вирустар мен бактериялардың көбеюіне тосқауыл қояды және клеткаларымыздың ракқа қарсы тұрып алдын алады. Өз кезегінде ас содасының қалай, қайтып және қаншалықты пайдалануды білмесеңіз, ағзаңызды ауыр кеселге ұшыратып алуыңыз әбден ақ мүмкін. Сондықтан белгілі бір маманның кеңесіне жүгінгеніңіз жөн болмақ. Ас содасы мына ауруларға пайдалы. Онкологиялық ауруларды профилактикадан өткізіп, оны емдеу үшін. Асқазан ішек ауруларында, асқазан, бүйрек және бауырда пайда болған тасты ерітуге, бір сөзбен айтқанда, бүкіл ағзаны шаюға. Буын ауруларының кейбір тұстарына, сыртқы ауруларға қарсы да емі бар. Жәндіктер шағып алған жерді сүрту үшін, аздап салқындап не ангинаға тап болғанда ингаляция жасау үшін, оның өте төмен көлемдегі ертіндісімен қабынған көзді сүрту үшін, жалпы тісті тазалап және ағарту үшін, аяқ пен қолдың таз ауруы үшін, қол мен аяқтағы тырнақтарды аз-кем жұмсарту үшін. Ас содасының пайдалану тәртібі: таңсәріде аш қарынға 1 стақан суға қосып ішу.
Күні бойы тамақ алдында 30 минут бұрын немесе тамақтан 1 сағат кейін ішу. Осы тұста ескеретін бір жайт, асқазанда мейлінше тамақ болмағаны абзал. Бұлайша айтқанда, ас қорыту үрдісі жүріп тұрмағаны дұрыс. Бастапқыда ақырында пайдаланса дұрыс болар. Яғни оны пышақтың ұшында тұрар-тұрмас көлемде ғана қолдану тиімді. Өйткені соданы бұрын-соңды пайдаланбағаның анық қой. Тіпті оны біртіндеп пайдалану керек. Яғни аптасына не айына, не бәрі бір рет дегендей. Мұнда өз ағзаңызға құлақ түріңіз. Егер ол оны қаламаса, мүлде мәжбүрлемеңіз. Ас содасы ваннасын қабылдауда теріге өте пайдалы. Ол үшін су толтырылған ваннаға 3 ас қасық ас содасын араластырып, 10-15 минут қабылдасаңыз жеткілікті. Нәтижесінде қан айналымы жақсарып, теріңіз жұмсара түседі. Сондай-ақ теріде болатын әртүрлі бөртпелерден, инфекциялардан тазартады. Сонымен қатар көпшілігіңізге таныс асқазан қышырлығы кезінде ас содасының ерітіндісін ішу. Оны бірнеше жылдан бері естіп жүрміз. Алайда дәрігерлердің айтуы бойынша ас содасын ішкенде кейбір адамдарда кері әсер беріп жатады. Мұндай жағдайда ас содасын қабылдау дұрыс емес. Тек қана дәрігердің кеңесі арқылы ғана ем жасағаныңыз жөн. Дендеріңіз сау болсын.